Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен карантин уақытында өзгертілген қолданбаларға тоқталатын боламыз. Біздің тобымызда Сұлтан, Жандос және мен. Ең бірінші ол бәрімізге белгілі ең танымал қолданба Zoom. Zoom бұл қазіргі заманғы корпоративті бейне коммуникациялардың көшбасшысы. Мобильді телефондағы бейне және аудио конференциялар, чаттар және вебинарлар үшін қарапайым сенімді платформа. Онлайн кітаптарға тоқтала кететін болсақ, ең бірінші Альфина Give Stay Home жарнамалық кодын қолдана отырып, 70 баспагердің электронды кітаптарын ақысыз тегін оқуға мүмкіндігіңіз бар. Сонымен қатар кітаптарды сайтта немесе мобильді қосымшада оқи аласыз. Bookmate сервисінде Garage баспасынан шыққан кітаптарды да тегін оқуға мүмкіндік бар. Келесі ол MyBook. MyBook жазылымы бойынша орыс тіліндегі электронды кітаптар және аудио кітаптардың ең үлкен кітапханасы. Мобильді қосымшада және сайтта барлық жанрдағы 200 мыңнан астам туындылар бар. Соның ішінде ғылыми фантастика, қиял, бизнес, психология, балаларға да арналған кітаптарды осы сайттан іздеп таба аласыз. Келесі сөз кезегі Жандоста. Және де біз тізімімізді ары қарай жалғастыра кететін болсақ, аудио кітаптарды бәріміз білетін шығармыз. Себебі күнделікті өмірде аудио кітаптар көп қолданыста. Солардың біріне айта кететін болсақ, аудио кітаптарды ұнататындар үшін де осындай нұсқалар бар. Оның біреуі Storytel қызметі барлық жаңа пайдаланушыларға 30 күн бойы ақысыз қолжетімді ұсынады. Және де келесі болып онлайн кино және де карантин киносы қалай өтеді. Және де жалғастыра кететін болсақ, кинопоисктегі кинолар тізімі сізге әртүрлі жанрдағы үздік фильмдерді табуға көмектеседі. Кинопоиск HD сәуір айының соңына дейін барлық фильмдер мен сериалдарға ақысыз қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Акцияны іске қосу үшін сізге пока все дома жарнамалық кодын көрсету керек. Және де ары қарай жүретін болсақ, TNT Premier онлайн кино барлық пайдаланушыларға оның мазмұнына ақысыз қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Сервисте Газпром Media Holding студиясы түсірілген сериалдар, деректі және көркем фильмдер, комедиялық жобалар бар. Иви бұл осының медиа компаниясы, ол осы маркетингтегі осы профессионалды онлайн видеоларға легальный түрде ұсынады. Және де осы компанияның проекттерінен басқа оларды осы Россияда көрсетіліп жатқан киноларды тегін онлайн көрсетеді. Рахмет, Жандос. Келесі бізде Окко. Окко кинотеатры ВКонтактедағы бот арқылы бүкіл кітапханаға ақысыз қолжетімділікті ұсынады. Окко Бро әлеуметтік желісіндегі Окко тобының жеке хабарламасында жазу керек. Содан кейін бот стандартты тарифте 2 апта бойы тегін жазылымға жарнамалық код береді. Бізде келесі онлайн курстар. Бізде қазіргі нақты белгілі онлайн 2 курс бар. Ол біріншісі Яндекс. Яндекс бүкіл ел бойынша студенттер мен оқытушылар үшін ақысыз қашықтықтан оқыту платформасын іске қосты. Ал екіншісі Курсера білім беру платформасы серіктес жоғары оқу орындарының студенттері үшін 4000-ға жуық онлайн курстарға тегін қолжетімділікті қамтамасыз етті. Одан кейін бізде қызықты ойындар. Қызықты ойындарға бізде біріншісі Дэвид Ли. Ода суреттерді басу арқылы оны жылжытып, өзіңізге қалаған пішінге келтіре аласыз. Ол мысалы бізде не сияқты болады? Оны виртуалды антистресс деп айтса да болады. Келесі бізде piano.ru. Бұл виртуалды онлайн фортепиано. Онда сіз пернет тақтаны пайдаланып ойнай аласыз. Фортепианода ноталар мен негізгі номерлер көрсетіледі. Және де бұл қызықты өзгерістер бұл ғана емес, интернеттен қарап көрсеңіздер, тағы да басқа өзгерістер болады. Және де тыңдағандарыңызға көп рахмет.